Сәлем, достар! Біз бүгін Диана екеуміз қазір хит болып жатқан шайн мускаттың дәмін көрейін деп жатырмыз, иә? Диана армандап жүрген еді, мама маған алып берші, мен дәмін көргім келеді деген кейін алдым. Бүгін дәмін бірге көретін боламыз. Және де қасына маракуя алдым. Давай, қызым жақынырақ көрсетіп жүрейік. Қараңыздар, маракуяның іші осындай. Иісі енді мұрынды жарып бара жатыр. Ана гель-душалардан шығады ғой. Ложкасы бар екен ішінде. Және драгон фрут Диана жемеген ешқашан. Я, драконий фрукт. Сырты міне осындай. Иісі онша жоқ, иә, бұның? Маракуяның иісі прям күшті. Сен иісі шығады. Я, осындай іші ақ. Давай, жайлап Диана дәмін көреді. Дегустейшн. Давай. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Күшті. Тойымды шығар, біреуіңіз дәу ғой. Қусын виноград сияқты. Виноград қой өзі. Виноград. Аха. 10 и 10. Сосын келесі аузындан шайнап ал. Біреуінің өзі үлкен. Сон прям тойымды шығар, қазір мен де жеп көремін. Аха. Мен әлі жемеген бұны. Драгон фрукт қасықтал. Не? A few moments later. Түсінбедің ба дәмін? Мен де түсінбеймін бұның дәмін. Оннан қанша қоясың? 4-тен 4. Оннан 4 қоясың, я? Аха, енді маракуя давай. Так, маракуя. Кислый. Диана дәмін түсінбепті, неге ұқсайтын, бірақ кислый жақсы көргендіктен кислый ұнап тұр дейді, я? Оннан қанша бал қоясың, Диана, маракуяға? Оннан 11-ден 11. 11-ден 11 ма даже? Оннан асып кетті ма? Значит, маракуя шайн мускаттан да қатты ұнап тұр ма? Я. Ал енді достар, шайн мускат жегілеріміз келеді, немесе жегенбіз десеңіздер, не істеу керек, Диана? Лайк басыңыздар. Аха. Ал маракуя жегім келеді, немесе жегенмін десеңіздер, не істеу керек? Комментарий басыңыздар. Комментарий жазу керек, я? Ал драгон фрукт жегілер келетіндер? Подписка! Бізге жазылуға ұмытып кетпеңіздер, достар. Міндетті түрде қызықты күшті видеолар шығатын болады, я? Всем пока!